апайларымыз келгендеріңізге рахмет. Мына бүгінгі болған поэзия кешінде бұл ақылдаса шешілген мәселе ғой, жыл сайын осындай болып тұрады деп. Енді мен бір қысқа ғана бір нәрсе айтайын. Әрбір халыққа әсер ететін факторлар бар да. Мен бір жерден естідім, мысалы Жапонияда екінші дүниежүзілік соғыстан кейін қатты құлдырап кеткен ғой, жаңағы халық еселеп кеткен, экономикасы құлдыраған, жерінен, несінен айырылып жатыр. Сол кезде бір ақыны радиода тікелей эфирде өзін өлтірген екен да жаңағы. Жапон халқы қашан езіліп жүресіңдер, қашан оянасыңдар, қашан біз осылай өмір сүреміз, сендер бастарыңды көтерсеңдерші деп өзін өлтіргеннен кейін үлкен істер қозғалған екен. Ал біздің халық ақын жанды халық қой, жырды жақсы көреміз, сөзге тоқтаймыз. Бірақ енді қазіргі уақытта поэзия, жырды тыңдайтын аудитория азайып кетті, өйткені арзандап кеткен нәрселер де бар. Сезімнің жалаңаштанып кеткен мәселелер бар, мысалы. Театрдың көрермендері азайып кетті, мысалы. Кітап оқитын адамдар азайып кетті. Енді осы бір нәрселердің орнын толтыруға кішкентай болса да, тамшыдай болса да, кішкене үлес қосу үшін осындай бір поэзия кешінде ұйымдастырылды. Енді қандай болды оны өздеріңіз бағаларын беріп жатырсыздар. Бұдан кейінгі шараларына сіздерді шақырамыз, келіңіздер. Сіздердің ортаға қосатын нәрселеріңіз, сіздердің ақылдарыңыз, сіздердің қолдауларыңыз, қалған нәрселердің бәрі программа бар, шоу бар. Сондықтан үлкен рахмет сіздерге. Жақсы, Тоқтар аға, сізге де рахмет.